Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін жалпыға бірдей декларацияны қалай тапсыруға болатындығын көрсетемін, яғни 250-ші форма. 2023 жылдан бастап квази-мемлекеттік және мемлекеттік қызметшілер мен олардың жұбайлары осы декларацияны тапсыруға қажет. Сонымен қатар мұғалімдер мен дәрігерлер осы декларацияны тапсырады. 2024 жылдан бастап жеке кәсіпкерлер осы декларацияны тапсыратын болады. Сондай-ақ 2025 жылдан бастап барлық Қазақстан азаматтары осы декларацияны тапсыратын болады. Ендеше бүгін мұғалімдер мен дәрігерлер осы декларацияны сотканың көмегімен қалай жылдам әрі тез дұрыс тапсыруға болатындығын біз сіздерге көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен өзіміздің соткамызда Play Marketке кіреміз. Осы жерге е-салық азамат деп жазамыз. Міне е-салық азамат деген осы қосымшаны жүктеп аламыз соткамызға.